Yeah. Бұл Руслантай, Juice Talks'та қараймыз. Стендап и ағылшынша тіл туралы. Yo. Did you start? Hello everybody, welcome to our Juice show produced by Juice Inc. School. We have our host Bota, we have our guest, one of the most prominent comedians of Central Asia, Ruslan, here. Oh, that's definitely. Yeah, definitely, sure. Oh, sure. And here is also a comedian from Taraz that lives in Almaty now and doing a lot of really going through my journey comedy for people. Tos Muhammad. Thank you. You're welcome. Okay. You're welcome. Okay, I have never been a host before, so I'm kind of nervous. But I hope relax. that you are experienced and you will help me to go through it. Oh, just be yourself. Everything is good. Yes. Okay. Just do it. Okay. I would like to say that our audience is quite young. They're schoolers, teenagers, but you have your own target audience, right? But I want to introduce you correctly. Oh. I did some research. Okay. If something is wrong, please correct me. Hopefully bad facts from my favorite won't come up. Guys, maybe we should switch the language because it's too long for a beginning of any podcast. Yeah. Some audience members might feel obnoxious or flabbergasted by Сіздердің өздеріңіздің қалыптасқан аудиторияларыңыз бар, бірақ мен сіздерді ерекше таныстырып кеткім келеді. Қате айтсам, мені түзетсеңіздер болады, әрине, бірақ бұл менің өзім жасаған ресерчім сіздер туралы. Ресерчім. Yes. Кимат, хай. Смотря какой фабрикс. Очень affordable. Сізден бастайын, Руслан. Кеттік. Сізді Руслан дей берсем. Нормально? Әрине. Ең алдымен сіздің көп айтатыныңыз, сіз Шалқардың, Батыс Қазақстанның, Ақтөбенің тумасысыз, иә? Иә. Оны жиі айтасыз, сіз при этом еще әрдайым айтып жатасыз, сіз не просто Ақтөбенің тумасысыз, сіз еңбегі сіңірген мұнайшының ұлысыз, иә? Мажорсыз сіз. Ақтөбенің баласы. Ақтөбенің мажоры. Сіз стендап комиксіз, сіз Америкада білім алғансыз, сіз сондықтан да 3 тілде де, қазақ, орыс, ағылшын тілінде де стендап жүргізесіз. Шүкір. Иә, хабар арнасында хабарлайық шоуының жүргізушісіз. Ол да бар. Шүкір. 2023 жылы сіз кинода дебют жасағансыз, «Где мой дом, менің үйім қайда» деген фильмді. Актерлік те шеберлігіңіз бар. Шеберлікті айтпай, нормально. Актерлігім бар деп. Сонымен қатар сіз ақындықта қасиетіңіз бар. Инстаграмда өлеңдеріңізді айтып тұрасыз. Оны жақсы көремін өзім даже признавать. Мен ақындығым өзіме ұнайды. Сондай ма? Ұнайтындарға тоже респект. Сонымен қатар Қадыр және Сабыр дейтін 2 ұлдың әкесісіз. Не деген респект. Қандай ақын? Балалардың өзі рифм болып туылған ғой. Қадыр, Сабыр. Бала емес, панчлайн ғой мыналар. 2 пацанчик. Сонымен қатар сізді процитирую. Феминистка, модельной внешности жарыңыз бар, Саида деген. Саида Веснушка, I love you. Оны осындай ресерч жасадым, сіздің жеткен жетістіктеріңіз көп. Сонымен қатар сіз Америкадан келіп, КИМАПты бітіргенсіз. Өте жаңағы соңымын. Андай 2 диплом бар адам сияқты айттым, негізі 1 диплом, соның бәрі қалайық. Сондай ресерч тұрсыз ба? Нормально. Кайф вообще, wow, that was impressive. Thank you. I watched each and every podcast you participated in. Wow, that's really good, and I'm thinking you should introduce this guy like also. Oh, I did also for sure. Based on this introduction, I should sit like this. You should say, I'd like to say that. Дос, мен сізді зертегенде, жаңағыдан ресерч жасағанда, мен Инстаграмына кірдім. Бір-екі сөйледім, қойдым да, қой мына бала болмайды екен дейді. Почему? Телеграм. Телеграм канал. Чем подкаст. Гуглда тоже бар екенсіз туралы. ВКонтакте не бар екен мен ё-моё. Тапқаным. Сіз 1995 жылы Жамбыл облысында ауыл молдасынан медреседе хаттанған. Жоқ, бірақ сіз шынымен де корпусында оқыған. жетістіктеріңіз өте көп қой.
Сіз РФМШ-ның түлегісіз. Назарбаевскийдің түлегісіз. Университетінің түлегісіз. Сонымен қатар сіз Америкадағы Дюк университетінде оқығансыз. Дюк университеті ол топ университеттердің бірі Америкадағы. Сонымен қатар сіз еще спортта да преуспели. Сіз полуайронменға қатысқансыз. Оушенменге қатысқансыз. 42 километрлік марафонды бірнеше рет жүгіріп шыққансыз. Да ты чё? То есть сіздің, мне кажется, бұл да жетістіктеріңіздің жартысы емес. Сонымен қатар мен Назарбаевский университетін зерттегенде сіз ол жерде еще благотворительностьпен көп айналысқансыз. Сіздің жетістіктеріңіз шынымен де көп. Сіз 3 тілде де выступать етесіз және сіздің Good Night Comedy деген ағылшын тіліндегі комедияңыз бар. Алматыда ұйымдастырылды. Комьюнити кештер ұйымдастырды. Мен алғаш барған стендап сол болған. Полтора стендапты паш еткенбіз деп. Мен негізі таңғалғанмын, Алматыда сонша ағылшын тілін түсінетін, ағылшын тілінде өнер көрсете алатын стендап комиктар бар екеніне. Соны мен негізі рахмет айтамын, маған ашқан. Бәрі емес, енді қалған кәдімгі. Шүкір. Бар екен. This joke was written 5 minutes ago. By Google Translator. Енді біз жалпы жүзінг ол біз не үшін бұл подкастты жүргізейік деп шештік, себебі біз айтқымыз келеді. Біздің жас аудиторияға бізде өте өнерлі, білімді адамдар бар. Біз сондай азаматтар таныстырғымыз келеді. Және опыттарыңызбен бөліскеніңізді, өздеріңіздің жаңағы тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізді қалаймыз. Оларға насихат болса, ізгі тілектеріңіз болса, оны да айтып кетсеңіздер. Сабаққа барыңдар. Сабақ жақсы оқыңдар. Папамаларын тыңдаңдар. Ерде уақытында жатыңдар. Давай советские қойтық. Тездетіп оқуларыңды бітіріп, профессия таңдаңдар. Нормальный профессия. Не болса, грант болса тіптен жақсы. Если грант болса... Жоқ, любой грант бар, профессия болады, соны таңдаңдар. Бітіріңдер тездетіп. Оған дейін армияға ұрып келіңдер, жігіттер, если что. Сөйтіп тездетіп жұмысқа тұрыңдар. 25 жастарыңа дейін 3 бала туыңдар. 24-ке дейін тездетіп үйленіп тастаңдар, бала туыңдар. Все. Болды. Көтіқсі отырыңдар. Универ бітіргеннен кейін направление бойынша ауылдарыңа жұмыс істеңдер. Зоотехник боп, зоовед боп. Ана қанша сиырлар жүр ауыр мысалы. Иә. Жоқ, жастар, қыздар мен жігіттер сабақтарында оқыңдар, но душевно оқыңдар, қызығып оқыңдар. Кстати, да, білім деген негізі по идее. Білім су сияқты ғой. Жоқ, қызыққан заттарыңды оқыңдар, сол жерден өздерінің жүректерін қалаған профессияны табасыңдар. Еще искусствоны да ұмытпаңдар. Искусство жағында болса, өздеріңді мындай күшті... Спортты ұмытпаңдар. Спортты вообще ұмытпаңдар, особенно жігіттер. Өскен кезде түсінесіңдер. Примерно біздің жасқа келген кезде, ох, ё-моё, надо было деп айтасың да. Вот. Возможно, болса пианинода ойнауды үйреніңдер. Сіздерді енді... Это не прикол, реально. Вообще, типа, вот классикалық инструменттерді ойнауды үйрену керек. Менде жоқ просто ona нәрсе. Ойнай аласың ба сендер? Иә. Ага, вот. Сен пианино ойнай аласың ба еще? Вот это не подарок, не лыком шитые. Doing my research. Yeah, research. Hi, professors. Well educated. Thank you. Well traveled. But this podcast is not about me. Айтқым келгені біз сіздерді стендап комиктер ретінде таныстырамыз. Ал стендап деген не? Қалай түсінесіздер? Біз аудиторияға қалай таныстырғанымыз дұрыс? Не стендап деген? Тұру деген сөз ғой. Children, please stand up. Who is on duty today деп айтады стендап. Стендап тұру дегенді білдіреді. Сонымен қоса күшті комедияның жанры. Маған өте стендап мен үшін искренность. Адам искренне душу раскрывает через шутки. Это для меня вот стендап. Из-за этого кайфуем еще. Нет. Маған да, это искусство, которое позволяет найти, наверное, в первую очередь свой голос. Өзің даусың табуға. Свою позицию. Позицияңды, иә. Вообще өмірде кейбір түсінбей жүрген нәрселеріңе байланысты разбирать етіп сахнаға шығып сол жайлы айта бастаған кезде өзің түсінесің, тақырып саған жақын ба, жақын емес па, сен өзің позицияң қандай, ол туралы не ойлайсың, нағыз кристаллизовывать етіп сахнаға шыққан кезде, потому что дұрысын айтпақшы, сахнада алдау қиын адамды. Залды да өзіңді алдай алмайсың, и шын іштегі өзің ойың, жан дүниең сыртқа шығып кетеді, сөйтіп өз-өзіңді таба бастайсың. Сондай.
Жақсы, негізі, күшті ответ бердіңіздер, рахмет. Мен зерттегенімде, жаңағы сіздер стендап ретінде көп еңбек жасап жатсыздар да, бірақ қай уақытта сіздер стендапқа келдіңіздер, не түрткі болды осы? Көрейінші, мен де шығара аламын деген секілді. Осындай қашан ой келді сіздерге? Руслан ағай, сіз айтыңызшы, мен сіз жауап беріңіз. история банальный, көп жерде айттым. Мен де бана біз. Oh, come on, man. Everybody knows story. Just let's start from your story. Let's start from the bottom over here. Bottom деп жүрмін, bottom ғой негізі. Start from the bottom over here. Мен жолым университетте басталған. Сіз өзіңіз айтып кетпекші. Назарбаев университетте оқығам. 2000 қай жылы екен есімде жоқ. Астанада белгілі Sun Project деген не бар. Shout out to Аман Исаня. Аман Исаня. Алиханға да айтып қойшы, Алихан. Жоқ, мына жерден қиып сап қайтып айтайықшы. Да. Sun Project. Sun Project, салам to Меркуль and Аман. Да, Алиханға да салам And айтып қойық. all the guys around. Все, кеттік. Ол Sun Project деген сол қозғалыс университет қабырғасында пайда болған негізі басында. Вот сол кезде жылды есімде жоқ, сол балалар өздері айтар. 2015-те ма, 2014-те ма басталды. Шамалы ресерч жасасаңдар сол жақта бар дейсің. Иә, шамалы ресерч жасаңыздар, мен ссылкаларды жіберейін. Пейперларыңызға қосып келесі неге шығарасыздар. Сол кезде сол жерде шықтым. Университетте әшейін концерттер бердім. Одан кейін бізде университетте не бар екен, политика, типа ештеңе сатуға болмайды, билет сатуға болмайды. Сондықтан біз вообще парадоксальный ситуация болатын. Бір қаладан бір жерді арендаға алатынбыз да, сол жердің билетін сататынбыз студенттерге. Өзіміз общагада кампуста отырмыз. Сосын выступающие тоже кампустан едут, и гости тоже с кампуса едут туда, чтобы посмотреть друг на друга, хотя это можно было в университете сделать. Но сендерге ақша керек болды. Дүние қолыңыз. Сол Саня мен Аманға ақша керек болды негізі. Мына жерін қалдырыңдар, иә? Жолда пресс. Биф басталып, бычып көтейік та. Сол жерде университет 2014 өзіңіз айтпақшысыз, КВН ойнадым. КВН негізі бірінші аяқты болды, КВН-ға басқам. КВН ойнадым университетте. Но бәрі кезде мынандай еді, лайтовый хобби ретінде. 2017-те мен университет бітірдім, қойып кеттім стендапты. Сосын 2020 пандемия болды, пандемиядан кейін ана self-reflection болып жатқан кездерде қайтадан 2021-де ме 22 екінші хайлайт ол не Әлемфест, бірінші Әлемфест 2022-нің сентябрі ғой, бірінші Әлемфест, вот сол кезде бастап мен Әлемфестке қатыстым, open mic-тарға қарадым да жоқ болды, мен серьезнее айналсам дедім. Вот сондай жолым. Өте күшті. Мен таңғалдырған сәт, мен ойлағам Назарбаевскийда бәрі ақылды ғана деп, еще талантливый адамдар. Мындайлар да бар екен ғой. Больше скажу дейсің, Sun Project-те Sun Project-те бәрі Назарбаевский оққан да? Жоқ, основной оригинал несінде кейіннен жоқ, қазіргі. Не, сейчас там. Жоқ, қазір Аман, Саня, кім? Меркуль? Саня Меркуль ғой. Кім? Абдыбек Нушник, кім? Әлішер Төрелей. Вот сол тұлғалар ғана Нушник, қалғандары Нушник емес. Ну ладно, образованный да текші. Ал Руслан сіз ше? Айтып кетсіз, білем сіз көп айтасыз ол жолыңыз, бірақ сіздің жолыңыз. Менің стендапқа деген жол, мен бұрын Луи Сикейді қатты қарайтынмын. Тағы кім? Мексиканецтің аты кім еді, томпақ? Флаффи. Иглесиас. Габриэль Иглесиас. Габриэль Иглесиас, Луи Сикей. Тоже бір-екі стендапер бар, соларды қараймын, Россияда біздердікін қараймын. Типа, жүрдім, прям очень любил, но не выступал. И бір күні қызым, қазір келіншегім қызым алады да, КПТУ-да стендап болады, ну давай я тебя запишу дейді. Өзі бір рет выступать етті, потом меня записала. Сөйтіп келдім, сөйтіп қорқып өте қатты іштім. Пиу іштім. Ішпеңдер, оқушылар 18-ден кейін примерно 21-де көрерсіңдер. Өздерің қарарсың. И так ішіп жүрген шығасың, а так ладно. Шықтым, но бірақ күшті болды, прям это было, я тогда понял, я так еще ушел, было пафосно, будьте такими же казахами, как я, мадафака, деп айтып, микрофон стап. Ой, басын, бірінші выступление, Дэйв Шапелл болсын. Второй разрываю, думаю, мен вообще, оказывается, талант екенмін ғой, HBO меня ждет, деп. Третий, потом от Шамгон жетіп. Прям вообще не заходишь, когда в зал, когда на тебя смотрят, и вот так тишина. Не деп отырында бала.
испанский стыд болды, жестко. Ол қай кезде болды? Сіз Америкадан келген кезде ба? Да, 2017-лер уже. Мен Кимэпте жүрмін уже. Кимэп. Shout out for Kimap. Shout out for Кимэп. Yeah. Айтқым келгені, сіздер жолдарыңызды негізі бастапқыда басқаша бастағансыздар. Социология мектебіне түскенсіздер Павскийда. Мен бастағанда әлі соқты жүрмін. Руслан ағай сияқты мен күн көрмеймін. Мен күн көрісім аналитикпін. Астанада жұмысыңыз бар. Стендап для души. Стендап это хобби чисто. А так у меня свой бизнес есть. Жоқ, хобби емес, сайт хасл болып барады ғой. Не просто хобби, это сайт хасл. То есть тек ақша таппаймын десем, лукавизм, конечно, но он күн көретіндей ақша емес, к сожалению, пока. Пока осындай подкасттарға келіп, нелерім аудиториям расширять етпесем. Подписываться етіңдер маған. Бір подписка сайын мен бір шаг жақындаймын неге full time комедиям болуға. Мақсат қойсаң болады екен примерно. Да. Да. С хотением мақсат қойсаң. Сен, кстати, какой момент сен switch болды сенде? Желтоқсан, это первый. Когда я думаю, я же хочу в желтоқсан. Жоқ, когда ты сейчас вот сен основной күн көрсің стендап қой. Шүкір. Вот, с какого момента? 60-50. 4-5 ай, может. Қой, 4-5 ай ғана бұрын шықтың ба? 4-5 ай, который вот құрсын стендаппен бала-шаға бағуға болады. До этого нет. Сайт хасылдарым болды өзім. Сайт хасыл. Да, вот, сізде финансистқа оқыдым дедіңіз, иә? Сол сіздер бастапқы жолдарыңызды басқаша бастадыңыздар да? Оған не түрткі болды? Ол мамандықты сіздер өздеріңіз таңдадыңыздар ма? Допустим, финансист болу, социологияға түсу деген секілді. Бәрін өзің таңдаймын. Иә, сол магазинді киндерді өзің таңдаймын. білім алу жолдарыңызды ашып айтсаңыздар. Киімді өзің таңдайсың ба не? Киімді мен үйленбеген ғой, киімді өзім таңдаймын. Киімді өзім таңдаймын, амал жоқ. Жоқ, менде вообще, это вообще не мой выбор. Басынан бастап, мен 10 жыл бакалаврым, сол үшін. 10 жыл бакалаврым? О, деп, не надо. 10 жыл оқыдым, міне бакалавр да? 10 жыл бакалавр, диплом бакалавр, маған 10 жыл кетті. Жоқ, сен шығып қайтадан басынан оқыдың, сол үшін ғой, иә? Мектеп бітіргеннен кейін қалай Америкаға кетіп қалдыңыз? Сіз бакалавр сразу Америкаға түсесіз? Билет алдым да кетіп қалдым. Иә, билет алдым да кетіп қалдым вообще. Мектеп бітірдім, сөйтіп, папа Америкаға барасың деді. Все дедім, давай дедім, все. Хьюстонға кетіп қалдым. Хьюстонда 9 ай оқыдым, языковой. Потом Албукеркеде тоже чуть-чуть жарты жыл языковой оқыдым да, TOEFL жаққа тапсырып, универге түстім сол жақта. Сіз сол кезде қалай елестетіп жатырдыңыз? Енді не істесем болады? Қалай двигаться етем? Вообще Америкада қандай приключениялер болды? Жоқ, приключения страшно көп болды, бірақ менде мақсатым болған жоқ. Типа, мен қалай оқимын, не оқып жатырмын, бітірейін деп жатырмын ба деген вообще болған жоқ менде. Слишком зеленый болып кетіп қалдым. Жастардың ата-аналары бала оқитын бала болады, өзі көрінеді, оқымайтын бала болады, өзі көрінеді. Оқымайтын баланы ұстап алып, жіберіп ақша шашпаңдар. Оқымайтын баланы не істеу керек? Сабау керек па? Сабау керек па? Оқитын баланы? Оқымайтын баланы. Оқымайтын баланың өзінің бір күшті интересі болады, сол интереспен қудырып жіберсеңіздер, жақсы маман болып шығады, потому что қазір кез келген іс ол уже мамандық. Құдай-ау, даже адамның үстіне тату салудың өзі қазір күшті, респектабельный, ақшасы нормальный мамандық. Любой сәтпен айналсаң, мамандық, даже өнерде де қазір ақша бар. Даже контент-мейкингте ақша бар. Контент-мейкер боламын, болды, давай де бар. Ойбаға құрсын. Жемен ақылап жүрдім. А сіздер ше дос? Сізде Америка көріп келіңіз, Назарбаев. Америка көргенмін. Мына бала Америка көргенмін. Москваға, мен еще Москваға барам. Сіз вообще бедресерч жасап, Инстаграм көріп шықтым. Почти барлық елде болған сіз Европа. Мына жерде айтып кетейінші, мен сен, оказывается, танымайды екенмін дұрыс. Да. Респект. You don't know me. You don't know me, motherfucker. You don't know me, motherfucker. Who's my name? What's my name? Say my name. Say my name. Все. Мен мамандықты, как сказать, андай бір түрлі не деп отқан сияқты, өзі как раз советский бенефис шоулар, бауыржан шоудың. Бауыржан шоуға 20 жыл дейді, бүйтіп отырады бауыр. Мен негізі сол кезде училищені бітірген кезім ауылдан келдік деп. Негізі анау Светлана Анатольевна сахнаға шығасыңдар дейді. Білім алу. Мен үшін білім education game changer, потому что в базе своей мен жаңағы Руслан ағайымыз сияқты қарапайым жігітпін негізі тоже ондай аса продвинутый, енді өзім туған жерімді жамандағандай емес, бірақ бізде не ғой Қазақстанда
жаңағы екі қала бар, екі қаладан уже бір 50 километр асқаннан кейін уже басқа әлем басталады ғой. Сол басқа әлемнен шыққан балаларымыз ғой. 2000 жылдары Таразда өскен, соответственно, соответствующий вайб, соответствующий перспективалар, соответствующий. Жоқ, енді камера туралы атысады дейді ғой. Басқа атысты балалар негізі. Сен атысқан жоқсың. Иә, кім асқан білмеймін, бірақ сөйтіп қол қойған мен ешкімді көрген жоқпын. Өзім де қасқан жоқпын деп қол қойғам, протоколға, поэтому оны сұрамаңыздар. Ол жайлы айтпай қойық, но в целом жоқ, мен андай қырған ойбай дейтін емес, максимально спокойно focus on your education, жаңағы ата-анамыз берген установка focus on your education, don't get in trouble деген немен жүрдім. Но все равно бәрібір қалада бала болған соң не бар, сен үйде беретін не бар, установка бар, и үйден шыққаннан кейінгі вайп бар, когда ты сен өзің сезесің, как работают эти джунгли. И ты понимаешь, что джунгли работают чуть-чуть не так, как тебе завещают твои родители, что выживать в этих джунглях тебе нужно что-то. И этим чем-то для меня было образование. Всегда. Все. Сен басқа жылтып қалдың ба? Всегда образование болды. Ең бірінші менің страстым ол математика еді. Математика. Мен үшін математика жаңағы бүкіл неме қалай айтса болады. Ответ на все вопросы и та вещь, которая я знал, что она мне поможет в будущем, и сейчас она мне помогает. Математика мен жаңа РФМШ-ға түстік. РФМШ-дан кейін уже было понимание, что надо чуть-чуть английский подучить. Дальше еще любопытством двигался. То есть математика, если она помогала там какие-то базовые natural science вопросы отвечать, то социология она позволяет отвечать на более глобальные вопросы, типа, почему у нас есть бедные люди, почему есть террористы, почему есть, например, наркотрафик, почему люди в этом участвуют, почему есть домашнее насилие. Вот эти все вопросы, это вот focus area вот sociology. Вот эти вещи меня привлекли, но потом уже, опять же, Назарбаев университет керемет нәрсесі, он вот это умеет создавать бабл, есть вот этот пузырь, в котором ты живешь, в котором ничего не важно, кто твои родители, какой у тебя цвет кожи, сколько у тебя денег в кармане. С какой-то ориентацией. Да. Какой-то ориентации, вот это все не важно. Важно только то, что вот здесь у тебя есть. Вот то, что вот здесь у тебя есть, и вот то, что вот здесь у тебя есть. То, что насколько вот тебе сердца хватает, чтобы работать над собой, фокусироваться на себе и на своем образовании и делать из себя лучшую версию себя. Осындай установкамен 5 жыл жүрдім, где реально вот в обществе ценилось, насколько ты прилагаешь усилия, насколько ты можешь там в каких-то сложных концепциях разобраться и помочь другим людям. И вообще, насколько сильно твое видение помогать окружающему миру. Вот это вот. Потом 5 жыл сол баблды жүрдім, потом баблдың сыртына басым шығарып қарасам, оказывается, нет. Оказывается, в стране это все гораздо хуже деп айтпай ақ қой, но... Капитализм, десейші? Капитализм, да, и социологияның бакалаврымен я понимал, что в Казахстане я Руслан айтпақшы бала шағаны асырайтындай возможности у меня не будет, и пришлось переориентироваться, стал аналитиком, начал уже работать не типа, почему у нас домашнее насилие, а почему у нас вот этот флаконы красного цвета меньше продаются, деген сияқты исследование занимался, это вот аналитическая задача. Аналитик какой-то, потом я еще мастерс получил финансовое образование, чтобы... И вот таких людей я видел и комплексовал в свое время. Жестко комплексовал. Какой же он умный, а какой же я тупой. Такие были времена. Каждый на него смотрю, думаю, молодец, красавчик, үйленіп ал тезет. Вот я на таких людей смотрю, сейчас комплексую. Үйленіп алған 2 баласы бар. Сіз менің ресерч жасағанда қалай таңғалғанымды білсеңіз, қандай білімді адам. Страшно, да, ё-моё. Такие вещи. I should highlight it деп отырдым ғой. Жоқ, раз уж мы на таком подкасте, раз уж мы этот подкаст, который организуется, образовательная школа, наверное, очень важно сказать. Айта кету керек, білім алу керек. Это будет баланс. Сен айтасың, білім алыңдар дейсің, мен айтамын, жүректеріңмен жүріңдер деймін. Жоқ, екеуін бірге алып жүру керек. Екеуін бірге алып жүру керек, по идее, там. Ойбай, менің жүрегімді кетіп қалатын кейбір балдардың бастары ондай қатты істемейді, по идее. Ондай қатты ақылды емессіңдер, ойламаңдар. Мен өзімді әлі тупой санаймын. Сен де ондай қатты ақылды емессің. Мен де ондай ақылды емессің. Сен де ондай ақылды емессің. Да, ешкім ондай ақылды емес. Жүрекпен, но образование бірге алып жүріңдер. Ну, каждого свой кейс. Менің кейсім, да, я сначала образование алып жүрмін, вот мен жүрегімді, не так, что я типа выбирал вещи, которые, как сказать,
мен жүрегіме жақын емес. Мне нравится математика, мне нравится социология, мне нравится экономика, я кайфую от финансов, по идее. Я кайфую от того, чтобы работать аналитиком, когда приходишь в компанию. Литература тебе нравилась? Именно, нет, в школе, кстати, она не нравилась. Позже мне она начала нравиться, классическая литература. Позже. Маған больше, я люблю читать, но я люблю читать больше литература, русская литература емес, әдебиет. Прикладные статьи. Жоқ, мен больше андай прикладной нәрселер оқыған жақсы көремін. Но тебе нравилось или нет, говорю? В школе нет, мектепте жоқ, кейіннен ұнай бастады. Ну все. Сондай. Подходя к вопросу, мен чуть-чуть не бар, менде прагматизм бар. Я понял, типа, шықтым, у меня есть вот диплом Назарбаев университета, и есть вот желание жить хорошо просто. И я понял, типа, вот мое желание жить хорошо, плюс диплом Назарбаев университета, плюс мои скиллы, это равно, это надо работать аналитиком. Потом уже какой-то жылу жинағаннан кейін, то есть я сейчас уже уверен в своем, там, айтып отыр ғой, нәпақа табу, базовый потребность жабу, там, финансовые вопросы решать, ету деген сияқты вопростар, я сейчас уверен уже. Ну, это, видите, прошло сколько лет? 7 лет прошло, с тех пор, как я закончил. А когда я закончил, я вообще, я потерянный был в этом плане. Типа, ё-моё, за квартиру надо платить, деген сияқты. Откуда я возьму эти деньги? Боже мой, как работают деньги? Дайте мне зарплату, пожалуйста. Я утрирую, конечно. И казр, не казр, вот последние 2-3 года, почему я начал в сторону стендапа смотреть, во-первых, вот эти вопросы базовые у меня закрылись. Во-вторых, я понял, что нужна такая более refined mission, и почему мы начал Good Night, это то, что я понимаю, что біздің локальный юмор, он экспортирует етуге болады. И он инструмент бар, это вот стендап, как индустрия жанра, и язык английский. Круто. И еще маленький месседж жас балдарға. Нормальный ақша примерно 30-дан кейін заработать етеді, ол нормально. Так что өздерінен андай күтпеңдер, қазір көп жастар я должен заработать, я успешно успех дейді. До того қуып андай не дейді, наркотамен айналысып кетеді. 30-дан кейін примерно болады ақша. Оған дейін тапсаңдар молодцы, конечно, но после этого это нормально, короче. Не ожидайте от себя, пока что живите. И самообразованием айналысыңдар лучше. Короче, не ғой, do not gamble, but risk. Гэмбл деген, вот гэмбл, сен гэмбл келесің да, типа, вот, Ливерпуль жеңеді, 100 тысяч ставлю, гэмбл, тупо. Во-первых, это должно быть легально. Уже легально высокий, значит, даунсайдтар төмен. Ну, не должны твои действия, вот любое действие, не сварго, риск варго, реворда, то, что ты можешь там разбогатеть, а риск, вот нижняя сторона, что в худшем случае может случиться. Если у тебя действие, в котором даже с вероятностью 1% это сесть в тюрьму, вот это гэмбл. А если там ұят болып қалады, достарым, вот стендап же даже тоже риск же был, когда мы первый раз выходили, типа, не идет, а если не зайдет, и каждый раз это риск. Ну, сейчас этот риск все уменьшается, потому что у нас опыт прибавляется. Но вот рисковать, например, бизнес ашу деген сал, например, это риск. Да. В худшем случае не вот. В худшем случае ты вернешься в то же положение, где ты был. Вот. Но гэмблить етпеңдер главное, но рисковать максимально. Жас кезде рисковать ету керек. И қатты, да, вот, не қылмаңдар, как это? Болады андай өз-өзіңді жеп тастайтын. Ойбай, не деген. Чувство вины? Сен айттың ғой, ақша то, что миллионами ты не зарабатываешь, это не значит, что все плохо. Типа, нормально. Не надо прям өзің жеудің қажеті жоқ оған болады. Да. Негізі дұрыс айтасыздар, бізде қазір енді оқушыларды оқытып жатқаннан кейін олар бірден успешный болып кетуді армандайды. Бізге де айтады, ағылшын үйренбедім, бірақ бір айда elementary-дан advanced-қа дейін жете аламын ба, и Америкаға кетіп қала аламын ба? Я говорю, оған еңбек керек, асықпай үйрену керексіңдер. Зачем тебе в Америку деген сұрақ керек еще? Вот, давайте раскроем. Зачем тебе Америка? Вот айтшы саған. Сіз Америка көріп келдіңіз, сіз де Америка көріп келдіңіздер. Америка ол стендаптың отаны. Сіздер Америкада білім алдыңыздар. Америка стендаппен Америкаға қайтып барамын, құдай қаласа. Америкада не үйрендіңіздер? По-любому Нью-Йорк. Типа, зачем тебе Америка? Көп адамдар Американы кинодан, анадан көріп не істейді да, идеализировать етеді да, романтизация жасайды. Ну, кинодағыдай емес. Жоқ, антураж кинодағыдай тура. Антураждар кинодағыдай. Мен бірінші самолеттан, аэропорттан түскен кезде ойлаймын, йоу, мен Netflix'тің сериалына түстім ба? Ана дорожный знактар, көшелер, бәрі кинодағыдай ғой, прям ана блоктар. Не, это да, басында күшті ғой, негрлер. Вот, айта аласыздар ма қара нәсілді жігіттер? Сіз келдіңіздер, қандай оймен келдіңіздер, қандай оймен кеттіңіздер Америкадан, соны айта аласыздар ма? Не үмітпен келдіңіздер? Вау, типа High New World келдім, Америка, вау, да, ходил. Қандай оймен кеттім?
уф деп кеттім қазақстанға қайттым ақ бірақ сен Потом 4 жыл ма жүрдің Да, ғой? рас 4 жылда ашып ондай айта келетін аласың. шығар. Иә. Не көрдіңіз Америкада? А так Руслан Альбукеркедегі ең шустрый екі жігіттің бірі. Біріншісі Руслан болды Альбукеркеде ең шустрый, екіншісі Джесси Пинкман. иә Руслан неде оқыған ғой, Breaking Bad түсірген қалада. Вау. ал керек Легенда. да Breaking Bad мен бірге қарасаң мен сені шаршатамын мына жерде мен болдым ана жерде мен болдым деп Альбукеркеде жүргенде ше ана недегідей кинодағыдай чуть-чуть ана қоңыр цветпен болып тұра ма бәрі? иә да Албукерке вообще қоңыр цвет ол жақта үйлерді тек қана қоңыр как будто сарай ұқсап саласың типа это стиль их по-другому ты не можешь Вот сондай кеткен специфичный кезде вот деп кеттім, что это значит? Деп не қандай вот бірдеңе ой өзгеріп кетті ма, үмітіңіз ақталмай қалды ма? Не болып қалды Америкада? жоқ енді үмітті ақтамай там до конца дипломды алмай қайттым ғой по идее но Америка жақсы бірақ вайп ұнамайды мен қазақпын мен жан дүниемен қазақпын мен уже маған қазақтар ұнайды маған біздің ел ұнайды елдегі отношение ұнайды даже кейде қатты болса да ол искренне ол қазақтың отношение тума туыс дос деген зат маған жақын да ал Америкада сен жалғызсың сен по-любому жалғызсың Америкада ну типа бір-екі досың бола ма болмай ма типа Sense of community жоқ па получается? вот что интересно sense of community жақсы но ішіндегі адамдар одинокие Душевный емес. бізде якобы бәріміз қалай болады блин Не дейді ғой этот бізде у них абрикосовый культура, бізде кокосовый культура деп айтады ғой. Типа олар сырттай бірінші дегенге жұмсақ болады да, бірақ ішіне келетін болса андай глубокий вопрос келген кезде қатты ашылмайды. А бізде наоборот кокосовый культура, сырттан келгенде бірінші қатты, бірақ сыртын тесіп өтсең іші жұмсақ бізде адамдар. ойба сен вообще образованный бол екен ойбай Жоқ ғой просто неге овощной көріп шығарып оқиды абрикос, кокос. Я помню, сіздің цитатаңызды айтайын. Америкада қаншама күліп жүрген адамнан Қазақстанда қабағы түйіліп жүрген адам артық маған деп. Иә, получается. иә То есть это так, сіз по-любому Қазақстанға бәрі қайтып келетін едіңіз ғой, сізді даже универден жаңа. қой конечно қайтып келетін едім менде ондай қалам ол жақта бірде ешқандай менде ой болған жоқ мен каникул сайын асығатын едім Қазақстанға білмеймін енді қайтемін өзім сондай адам түссем бүйтіп аэропорттан түссем қазақтар да уже ана даже саған қатыгез қарап тұрса да бүйтіп бауырыңда бүйтіп ей деп құшақтаған келетін өзі сондай адам Кстати, я сырттан келгенде сондай болсам бәрі сағынып тұрасың ғой бүйтіп пограничник құшақтаған келіп тұрады иә пограничник құшақтаған келіп тұрады сондай Я досыз ше, сіз де Америкаға бардыңыз. Менікі больше. Мен, видите, сен Америкаға барғанда қанша болды жасың? 20-да болды, 17-де болдың иә? Кішкентай болдым. Мен осознанный бардым, мен 26. Ух ты. 26-да болдым. И одан бөлек мен еще қысқа уақытқа бардым. По сути, бір жарым ай 2 айда мен болдым ғой. И я осознавал, что типа қысқа уақытқа ғана келем и типа максимально экспириенсті көру керек и мен оның бәрін білдім жаңағы проблемаларын да білдім что бездомнылар көп үлкен не бар inequality бар үлкен racial division бар можно просто там по городу идти даже тот же Чикаго ты просто идешь вот ты идешь, вот это самые богатые люди мира живут. Чуть-чуть ары кетіп қалдың, и там уже самый опасный район мира. Типа, и вот просто жаяу кетіп қалып вот байламасаң. Мен Чикагода жүрген кезде бір баланы, сол кезде еще Asian hate болып отырады ғой. Бір баланы, бір азиат китайцы баланы, университет в Чикаго деген бар ғой, мықты университет. Считается колыбелью вообще всей экономической теории, по которой сейчас мир работает. Университет в Чикаго. Но ну, типа, там учатся лучшие, самые там, bright minds of the world, но Чикаго, университеттің территориясы біткен жерден сразу гетто басталады. И сол университеттің баласы, он хотел, по-моему, пешком просто дойти до следующей точки, и сол геттоға түсіп кеткен, его застрелили там, ради $60 ше, $70 ше қалтасында. Вот сондай, мен Чикагода жүрген сондай жағдай болды. И я это все осознавал, что есть опасность при том, что это все круто. Вот так, мынандай ғой, бәрі әдемі, и на деле вот люди голодают, на улице живут. Он меня осознал, но при этом я понимал, что мне американская культура надо. Мне надо, во-первых, образование, во-вторых, я хотел вот посмотреть стендап, да, какой-то быт, как они живут. Поэтому для меня, я из-за того, что я более подготовленно, структурно подошел к этому, у меня только позитивные впечатления. Не, позитивного было много, по идее. Даже американская культура, она по-своему
кайф, да? По-своему прикольно вообще. Біз, и мы сами не знаем, біз алып келдік ол культураны. Да. Біз ол культураны типа қазақлатып по-любому раздаю. Это чувствуется? Это чувствуется, да. Можете рассказать вот самый запоминающийся момент, связанный с Америкой, вот, или какой-то экспириенс, бір оқиға Америкада болған, который сіздер еске аласыздар да, классно дейтін, или не классно дейтін? Жоқ, ондай оқиға былай оның бәрі қазір стендапта шығып жатыр. Маған есіме түскен, сіз сұраған кезде сразу басыма есіме түскен не бар ғой, Grand Canyon. Вау. Сол Grand Canyon төбесінде отырғанымды білемін, астыға қарай терең мықты. И артта лагерь уже, студенттер лагерь құрып отыр, а мен мындай шетінде кешке отқам, темекім жағып, бүйтіп рахаттанып, сол есіме түсті. И келіп оттың жанында гитарамен өлең айтып, мен мафия үйреттім бәріне, мафия ойнадық, жестко вообще, 2 күн мафия ойнадық қой. Вот есіме түскені, қорсын Америка керемет, конечно, как экспириенс, жестко, барыңдар. Әрине. Көріңдер, если даже... И туған жерді ұмытпаңдар. Сіз еще, кстати, Америкада, вы же тоже работали. Сіз боецтардың переводчигі были, да? Если не ошибаюсь. Соны айтып кетсеңіздер, как это было? Тағы қандай басқа жұмыстар істеп көрдіңіздер Америкада? Так, UFC-дің боецтерін көру менің бірінші арманым болды. Бала кезім UFC-дің боецтерін көрдім. Мұнда осындай зал ғой, примерно, осыдан чуть-чуть үлкен. И ана жерде профессионалдар тренировка істеп жатады. Біз новичоктар мына жерде осылай қарап жүресің просто бүйтіп. Ходил, и бір арман болды еще менде. Мен кавказецтермен дос болғым келді. Өмірімде, оказывается, мен кавказец досым болмапты вообще. И сондай желание болды, мен бір кавказец достарым болса екен деп. И шықтеп, Рустам Хабилов келеді, тағы да басқа көп кавказның жігіттері келді, солармен заобщался, и как переводчик, как братишка, братан деп жүресің қастарында, зато бірталай тоже заттарды көрдік олармен. Ну вот. Қандай мысалы? Деп әңгімені өрбіте тұрайық бізде. Сондай бір. Ол андай олармен болған историяларды балдарға айтауға болмайды. Да? Иә, олар себебі. Ол же стендапқа келіп көреді. Олар адамдарды ұрады. Жаман деп қылсың. Сен қай жерде болды сал? Албукерке. Альбукеркеде зал болды ма? Грег Джексон. Вообще, это самый знаменитый вообще. Сондай ма? Который конкурирует с АК. Немере мына Килл Клифф бет, қандай еді кім заниматься ететін? Шафкат заниматься ететін. Білмеймін оны. Клифф бірдеңе деген. Екінші зал қайда дедің? С кем конкурирует они? АК. АК деген қай жерде? Хабибтердің залы. DC, Хабиб, АК-дан Джон Джонс неден. Джон Джонс и всякие чемпионы неден. Джексонс ММА-ден. Қалай? Джексонс ММА. Ол қай қалада? Албукерке бізде. Бәрі Албукеркеде ме? Жоқ, Джон Джонстар. Акалар неде? Майамиде, по-моему. Майамиде. Не знаю, UFC қарайтындарға мощная информация. Кейсің. Дос сышы. Ой, блин. Аз уақыт дедіңіз, бірақ аз уақыт. Да, моменттер көп. Бірінші, вот, не ғой, кстати, не ретінде, кстати, Америкада вот андай, сен өзіңнің армандарыңа қол тигізе алатын не, мысалы, UFC телевизордан көріп, так вот смотришь, только вот так вот. Ана жерде сен прям қолын тигізіп кіре аласың. Маған, например, ол не болды? Американский футбол и баскетбол. Живой матчтарға бару. Вот сол моменттер, мен колледж лига, ой, тағы су бар ма? Айтпайсыздар ма? Су жете ма? Мен экономда отырсың. Сол не живой матчтарға барған, NBA матчына бардым, NCAA деген студенческий лига бар, бірақ оларда студенческий лига на уровне профессионального. На уровне профессионального, потому что каждый универдің өздерінің командасы болады, и ол командаға универ болеть етеді, и каждый ойын оларға праздник. И ана студенттер ойнап жатады, и ты понимаешь, что там паркетте жүрген 10 студенттің біреуі будущий профи, будущий миллионер. Типа 2 жылда. И вот это осознание если повезет, конечно. Ну, в целом, в среднем, мысалы мен Лайолан матчына бардым, Лайолан баскетболистері стабильно NBA-ге өтіп тұрады. Бір драфтта бір адам, 2 адам өтіп тұрады, сондай ғой. Неге бардым, сосын уже мен, кстати, ұмытып қалыппын уже кім ойнаған. Пурдю болды точно ойнаған. Американский футбол тоже, там тоже команды, там 20 адамның біреуі жылда драфтқа өтіп тұрады. Ондай командалар ғой, ну, все равно это первый дивизион командалар. И NBA матчына бардым.
О, российский оқымайды, кайф. Жоқ, сабақ оқиды негізі. Оқымайды, брат. Мен сұрадым ғой, мен, кстати, вот Дюк, это же топовая баскетбольная команда, мен сұрадым, Дюктің баскетболисттері сендер халявить етіп бізгі сияқты зачет қойып жүре бере ма деп, айтты жоқ, типа вообще не қылмаймыз деді. Мен біз Назарбаев университетте жұмыс істеген бір мұғалім бар, мұғалім емес, ана координатор программа сияқты, но она в Штатах работала учителем в одной из университетов, мен сол сұрағам, она говорила, что бір, по-моему, топовый звездный баскетболиста она зафейлила. Потому что он охреневший был. Но обычно, типа, топовые баскетболисты, топовые игроки, они себя максимально скромно ведут, то есть сабақтан қалмайды максимально. Если с учителем договорятся, если урок предполагает, что можно пропускать уроки, они пропускают. Но уроки они не пропускают. Стабильно отырады, қатысады, бәрін сдавать етеді, но не так, что типа эйға, все на пятерки. Они сдают так, чтобы было достаточно. И у каждой команды, например, есть GPA уровень, после которого ты можешь принимать участие. Если это какой-то Алабама университет, где-то там в Алабаме, где-то не самые продвинутые районы, там типа GPA не игнорили на станции, тренировка пропускать это. А вот Дюкта помоему, үште бірден басу керексің сондай. И ты в своих интересах тебе, чтобы... B+ сколько ну будет? Да, ты ходишь на учебу, чтобы был GPA, чтобы ты мог тренироваться, чтобы ты мог попасть в NBA. Там очень простая схема. Но университет помогает, то есть если то есть сен өзің барасың, саған никто просто за красивые глазки не ставит оценки, но саған максимальный тьюторинг, поддержка берет. Жесткая дисциплинность, кайф. Тьюторинг, поддержка берет, то есть адамдар бөліп қояды, отличниктер сенімен неғып қояды специально, қасына қосып қояды. Тебе же тоже прикольно, по идее, экономиканың мидтермін, кіммен бірге дайындалғам, там, будущий MBA. Да. Сондай, такая система. Сабаққа серьезно қарайды. Вот это классно. Это очень классно. Колледж спорта. И сіз қай жерде оқысаңыз да барлығын жақсы оқығансыз, сіз үздік болғансыз ғой, да? Жоқ енді ондай емес. Так былай. Отличник. Отличник сияқты отыр. Мен негізі Отличник энерджи. ой, сен менің группамда оқыған отличниктерді көрсеңдерсіңдер. Да. Не ғой, мен андай не мой, Jack of all trades, master of none, давай, да? У меня очень много знаний в разных слишком дисциплинах. Нету прям того, что типа глубинно. Вот я вот разбираюсь там в линейных алгоритмах. Вот разве это плохо? Мне кажется, это хорошо. Ну, сейчас для меня, для моей нынешней деятельности это хорошо. Для человека, у которого две карьеры параллельные, это хорошо. Вот бізде мысалы біздің менталитетте, кешірім сұраймын, осындай қалыптасқан, егер сен бір мамандықты, бір жолды таңдасаң, все, назад нельзя. Ты до конца жизни должен соны жүріп өтуге дейді, да? Но бірақ сіздер жайлап айтып жатсыздар, нет, надо быть разносторонним. Вот. Насколько это правильно? Балаларға біз қалай жеткізсек болады? Бір таңдаған жолыңмен до конца жүру, это важно или по ощущениям, как это? Бір таңдаған жолымен до конца жүріп байып кету деген вообще тяжко зат қой, и көп адам оны следовать етпейді ғой. Бізде мысалы 70% не по диплому жұмыс еткен шығар адамдар. Да. Я так просто басынан ала салдым ол цифраны, еш жерде жоқ. Так что, да? В чем проблема деген ғой? В чем проблема болғанда? Почему ол дипломмен жұмыс істемейді, допустим? Неге? Ой, это саясат турбек шақыру керек қой, допустим, саясат министр сіз финансисттің дипломымен стендапқа бел бұрдыңыз, актерлік дебют жасадыңыз, жүргізушілік, хабарда. Ну, кстати, это это не надо считать, что это недостаток. Это наоборот хорошо, наоборот, я это классно, считаю, вообще очень классно. кайф, да, это вообще кайф. Мен мысалы, я же говорю, например, я успел вот этот весь спектр ощутить. Например, мен КВН ойнадым, мен КВН ойнаған командадағы балалар, например, вот обычно как КВНщики вот все становятся там продакшнға барады, актеры либо сценарист. Мен КВН ойнаған балалардан сейчас один работает проектировщиком в Корее, один работает в очень крутой консалтинговой компании международной, нефтянкада бір екі-үш бала бар, мұғалім болып кеткен, образовательный центр бар балалар бар, и өзінің мектептері бар балалар, мектебі, санаторий бар балалар бар. И типа это Қазақстанның мы же только рынок только формируется. Байқасаңыздар, еске түсіріңіз, мысалы Алаш орданың нелері, Алаштың өкілдері, біз бәріміз андай политик ретінде қарап үйреніп қаламыз. Но на самом деле, например, Алихан Бөкейханов, он один из пионеров географии в Казахстане. Кімді
Ахмет Байсунов, Уралцар білеміз дейді, образованияға үлес қосқан. Халел Жалел Досмұхамедовтер, олар мысалы алғашқы биологиядан учебниктер жазған қазақ тілінде. То есть олар общественную деятельность жүргізіп отқан и параллельно әркім өз направлениесіне үлес қосып отқан, потому что когда общество только формируется, структура только формируется, те люди, которым удалось вот так вот выйти в авангард общества, они должны везде свой вклад делать, потому что не хватает людей, которые должны этим заниматься узко. А вот в Америке, в Штатах, вот в Штатах, например, баскетболисты, все, ты баскетболист, ты на учебу чисто хочешь, чтобы GPA был, чтобы ты мог тренироваться, ты потом становишься профи, и олар өмірінде вот к 40 годам знают только одно. Знают только как баскетбол играть. Олар даже кимбер үтіктеуді білмейді. Вот. Потому что там слишком конкурентная среда, нужно свою нишу быстро найти, в нее воткнуться и до нее двигаться. А Казахстанда можно, ты можешь работать финансистом и пробовать стендап выступать. Ты можешь в лучшем университете Центральной Азии учиться, параллельно КВН играть или там американским футболом заниматься, марафоны бегать. Вот. Или можешь стендап-комиком быть и ахым боласың. Иә. Сен, кстати, немен контракторың бар ма? Он же еще... Руслан негізі модель болған адам ғой. Шоқан, сюзбен вы коммуницировали. Коллаб был, да? Коллаб қой чисто клубтың атынан. Мен емес ол жақта. Классно. Руслан, по идее, не вот первый стендап-комик, у которого, кажется, контракт будет с фэшн-компанией. Сондай. Ал мен фэшн-компаниялар есінше менің аяғым бос емес, үстім бәрі бос. Аяғым не респект. Вот респект уже контракт бар. Шатаут көресіз. Очки сататын компания. Көзім бос. Шымен очки сататын компаниялар негізі жақсы партнер негізі стендап-комиктарға. Да, прикол сататын. Давай да шүкір көрерміз. Мынандай сұрақ. Сіздер енді қараңыздар, білімдеріңізді алып келдіңіздер, мажорсыздар. Жұрттың баласы энержи сезіледі да сіздерден. Бірақ сіздер стендапқа бел бұрам деген кезде анандай болды ма? Критика, отбасыңыз түсінбеді, сіздер өздеріңіз күмәндадыңыздар, мен дұрыс жасап жатырмын ба деген. Сондай вот социальное давление ощущалось или нет? Вот если ты пошел в Америку в осознанном возрасте, я выбрал стендап тоже в осознанном возрасте и уже айналысып бастадым, результаттар бар уже, қайда барсам да уже көзге түсем, өзім сенем, что-то вижу в этом. И қадам жасадым, әрине болды, бірақ ондай жүрегім қатты қабылдаған жоқ ешкімнің да критикасын. Ну енді критикуйте, қайтемін да, я хочу этим заниматься, я чувствую себя одним из лучших сейчас. Ақтөбеден шығып бара жатқан кезде, Ақтөбеден күштілердің бірімен Алматыға кеттім. Москваға барып қойдық 2 рет там. Сен, кстати, Москваға не фестқа барғандарың жайлы айтшы сен. 2 рет фестқа барып қойдың, 2 рет бардым, екеуінде де жардым. Эфирға кірмедің ба? Жоқ, кірген жоқпын, бірақ қазір артқа қарасам зеленый болыппын, чисто андай қалай харизмамен, қазақстан харизма и осындай заттармен жарғанда, так 3 минут ба? Приколдарым слава болған. 3 минут? 3 минут музыка қойып жібереді, мен екеуіне де 3 минут 40 секунд выступать еттім, потому что күліп жатыр адамдар типа. Әр фестта бір реттен ғана выступать еттің ба? Иә. Басқа открыткалар бармадың ба қалаға? Өздершімен реально ондай не жоқ, қазір уже әбден үйреніп алып жүрмін. Қазір үйреніп аласың, открыткаға. Иә, открытка барма. Иә, қалада кім бар, танысың бар, жазып. Бірақ қазір шүкір енді мені каждый қалада өздері күтіп алады. Каждый қалада мені күтіп алатын жігіттер мен қыздарға. Всем секретным агентам рахметы дейді. Секретным агентам рахметы. Региондағы стендаперлер. Найдется добрый человек с огромным штакетом дейді. Да, сіздер же болды ма социальное давление? Конечно, әлі бар. Да, вот. Не дейді, айтыңызшы. И как вы с этим боретесь? Кім айтады? Кімнен больше хейта или критики? Это же мы же в восточном обществе. В восточном обществе никогда давление не происходит вербальным образом. Он да нет, девчонка мать поняла. Ты чувствуешь это вот так легкое в воздухе. Как сказать, то, что ауаның өзі қойыланып кететін кездерде. Казахстанда любой социальный вопросқа бірақ решение, экономическое решение. Я просто работаю до того момента, когда мой доход со стендапа превысит мой доход с основной моей работы, чтобы можно было сказать, вот это это моя работа, это то, чем я занимаюсь, это не ха-ха-хи-хи там, херня какая-то, которая... А у меня у тебя чуть-чуть осталось, по идее. Чуть-чуть осталось. Сіздердің айтып жатқандарыңыз олар ата-анаға қатысты ма? Конечно, бәрі ата-анаға қатысты. Сіз дәрігерлердің отбасынан. Материалның, да. Мен де. И вот это прям чувствуется.
Ты должен быть идеальным. ата-аналарға қатысты и экономический вопрос решает по идее шынымен де менің ақшасы табылып отыр бәрі ақшаға далады ғой соңында ақша тапсаң қазір красавчиксің қазір кімнің Никонуттың өзін халық қабылдай салды ақшаны жақсы тауып еді қазір кешегіде хиджабке болып мешітке өткен ғой до того до того ақша тапсаң молодецсің крайне Ну, крайность, но в целом, я тоже, кстати, я же начал заниматься стендапом уже, когда появилась финансовая независимость. То есть, есть один вопрос, когда ты занимаешься то, что кажется для твоих родителей херней, и при этом просишь у них денег, или там живешь в квартире, которую они тебе купили, и ездишь на машине, которую они тебе купили. И есть другой вариант, когда ты занимаешься то, что им кажется херней, но ты самодостаточный. То есть это два разных отношения. Я вот во второй фазе. Поэтому менде, то есть родители, мы этот вопрос не особо понимаем, но есть понимание, что өзің күн көріп жүр ғой, а там свободное, для них это свободное время не істейді ол өзі біледі деген әңгіме ғой. Лучше қыз іздемей ма, үйленетін уақыты келді жүріп мына стендаппен. Прям как боженька снял языка. Давайте раскроем следующий топик такой. Сіздер не просто же комики, а вы үш тілде өнер көрсетесіздер. Это үш түрлі по идее комьюнити ғой, үш түрлі әзіл бола ма или бәріне сіздер бір әзілмен жасайсыздар ма? Не айырмашылық бар? И ол үш тілде дамыту стендап қалай келді ойларыңызға? Сіздің даже good night comedy-іңіз бар. Мен айтайын сен умный заттармен жаласың сосын. А понимаешь, Как сказал Эммануил Кант. Олаша біліңіз. Әр тіл өзінің несін генетический кодын алып келеді да ішіңе. И сен әр тілде сөйлегенде по-любому әртүрлі адамсың. И сондықтан сен приколдарыңды да әртүрлі қылып жеткізесің да. Мен қазақша сөйлеген кезде ақтөбең боласың, орысша сөйлеген кезде ақтөбең кім? По-любому, но бірақ мегада бутикқа кіріп қойған боласың. Бөлек орысша сөйлегенде де бөлек, ағылшыншада өткенде примерно кайфын түсіндім, вообще бөлек вайб, мен вообще бөлек адамын, ағылшынша сөйлеген кезде өзімді бөлек сезінемін. Сондықтан үш түрлі направление мидың и жаныңның по твои identity ма? Identity ғой, короче. Мен үшін солай. Мен толықта келсем мысалы менде уже формулировка болған, бұл темаға көп неғым ойланғам, толғанғам. Мен үшін не ғой, вообще три формы, вот три идентичности вообще общества, которые я вижу у нас. То есть это русский язык, это вот наш нынешний быт, казахский язык, это наша связь с прошлым и взгляд в будущее, то есть связь с предками, тот культурный, да, ген-код, который заложен в этом языке, это культура, вот это все, это вот эта связь, казахский язык. Английский язык это наше будущее. Тура сонымен қазақша айтамын. Негізі мен жан тәнім негізі қазақша сөйлейді. Да. Осы қоғамда орта қол созым жердегі қоғамда мен орыс тілінде сөйлеймін, ал бүкіл әлеммен мен ағылшын тілінде сөйлеймін. Өзім жайлы мен бүкіл әлемге жария қылғым келсе ағылшынша сөйлеймін. Ал жан тәнімді ақтарғым келсе мен қазақша сөйлеймін. Керемет. Вот сіздер айтып тұрсыздар, үш түрлі аудиториядан үш түрлі бөлек сезім деп. Сонда қандай айырмашылығы бар? Не тақырыптарда ма айырмашылық, неде? Бәрінде бар. Бәрінде да. Тақырып, вайп, мысалы қазақша не стендап ең нелері? Лимит, барьерлері. Кстати, да, и даму ғой, қазақша стендап ең дамып келе жатыр ғой жерде. Андай базовый топтар жұмыс істейді. Сондықтан шектеулер көп. Сол шектеулердің арасынан осторожно жүру керексің. Орысша более-менее өзінің шектеулері бар, бірақ аздау. Өзіңді бір молына несін ойбаға қазақшаны таусылды. Свободны санайсың да өзіңді. Бос. Да, бос санайсың. Ағылшыншада тіптен не жоқ та. Ол жерде бар өзіндік басқаша ол жерде. Бірақ біз үшін максимально свободно сезіледі ағылшында. Ағылшыншада білгеніңді айтасың, және ол нормально естіледі. Сосын андай момент бар, по идее, тіл бөлек и локация бөлек. То есть сен менің Алматыда тұрып, рейдің ішінде тұрып ағылшынша материал бергенім бір бөлек, мен прям по-хозяйски бересің ол материал. Типа
сен қалған ғой, не істей алсаған? Не самый болмайтын бір деген айтқанның өзінде. Один момент, когда ты на английском подаешь материал там в Штатах, мен опенмайктарға барғам. Бардың ба? Иә. Қаяқта? Үш жерде жыл Чикагода бардым, Майамида и неде Дюрамда, жаңағы Дюк орналасқан. Ах ты, son of a bitch. Motherfuckers. И вот даже и менің неғаным мен Майамида. Майами не ғой? Я забыл об этом. В тот момент я осознал, Майами это максимально консервативный, Флорида это максимально консервативный штат. То есть она Дональд Трамп, Джордж Буш, вот это вот реднеки, ақтар, ой, бұл жерде ақтар жүрді, сондай вайптар ғой, короче. А я об этом забыл, и Майамиға барып, я начал с материала про какие-то размышления в тот момент были про Джо Байдена и Дональда Трампа. И я вот когда начал это вот рассказывать, я чувствую, как зал прям холодом накрылся, покрылся. Я такой, блин, не, это вот мега, сейчас бы лишнего чего-нибудь не ляпнуть. Да? Окей, you know, сразу топик-то сразу бытовой топик өзіңді қатырасыз, Қазақстаннан келіп олардың политикасын кіріп кетті. Именно я со штатом прогадал. Типа я примерно похожие вещи, я, например, в Чикаго, они лучше заходили. В Дюраме вообще, это университетский халлар, это вообще пик либерального открытого мышления. Ну, то есть для Майами какой-то, да, вот какой-то чувак с непонятного места еще про нас что-то тут говорит. Сіздерге мынандай сұрақ қойғым келген еді. Вот ағылшын тілі сіздерге қандай мүмкіндіктер берді және не үшін ағылшын тілін үйрену керек? Айтып кетсеңіздер. Сондай. Әрбір тіл, әр әлемнің кілті. Ағылшын тілін білсеңіздер, сіздердің қолдарыңызда кілт бар. Үлкен білім саласына, кез келген информацияға, үлкен көлемдегі информацияға кілттеріңіз болады, өте пайдалы. Кейін сөйлескенде де көп адамдармен таныса аласыздар. Әлемнің бүткіл жерінде ағылшынша, бүткіл жерде өзіңізді бос санап жүрсеңіз, еркін сезініп жүре аласыздар. Сондықтан ағылшыншаны үйрену керек. Маған ағылшынның берген үлкен көмегі осы. Да, сөзіңізді жалғай кетейін. Сөзімізді. Кстати, вот еркіндік жайлы өте маңызды. Мен неге барғанда, Францияда барғанда жаман қатты қиналғам. Потому что ешкім ағылшынша, қазақша білмейді, орысша білмейді. И типа жындыс сияқты жүресің, мақал сияқты досыма бар ғой, бұл типа аударып берші деп. И соны сезбеппін, оказывается, потому что ағылшын біліп барып саяхаттап бастадым ғой. Тіл негізі в целом тіл білген сол еркіндік береді. Кез келген қоғамда өзің еркін сезінесің. Кез келген нәрсеге жете алатыныңды, мақсатыңды орындай алатыныңды сезініп отырасың. Сол өте маңызды сезім деп ойлаймын, жүректе болған. Ағылшын тілі енді Руслан айтпақшы максимально покрытие береді ғой. Сосын ағылшын тілін үйрену керек деп санаймын. Education жағынан тем более. Егер сіздерге білім керек болса, сапалы құнды диплом керек болса, ағылшынша бітіріп алыңдар. И ну еще немаловажный фактор бар. Мысалы Доджа Каттың өлеңдерінің текстін түсінуге болады. Доджа Каттың өлеңдерінің текстін түсінуге. Бұш қысқа, мен мына өлеңнің астында билеп жүрмін ба не айтасың? My neck, my back, leg, my puss. Папа екеуміз баққа ұратын. Өлем бұш қысқа. Yeah, my neck, my back. Все, ладно, все. Такой вопрос. Сіздердің қазір стендапта қойған планкаларыңыз қандай? Как считается, что этот человек успешный стендап-комик? Он немен өлшенеді, допустим, Netflix-тағы, немесе HBO-дағы концертпен ба, или где вот потолок? Жоқ, жүректегі сезіммен өлшенеді. Стендапта потолок, спешл ғой, Netflix-те спешл, бір үлкен потолоктардың бірі. Это сіздің арманыңыз тоже? Менің арманым, шүкір. Фаворит қол жетуге, Қазақстаннан, точнее. қол жетуге болады-ау. Я тілектеспіз. Жоқ, өте жақын. Үлкен рахмет. Шамалы еще қорқыныш сезім болады. Егер сіздің арманыңыз сізді қорқытпаса, значит, ол недостаточно деген сөз. А бұл арман мені жандандырады, бір жағынан қорқытады. Так что көреміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Главное, ақыр заман басталып кетпесе. Это уже другой подкаст. Good Night-ның арқасында құдай қаласа шығарамыз Руслан. Netflix. Мен үшін, по идее, более приземленный нелер бар. Успех понятно? Андай. Бизнесовый жағынан қарайтын болсақ не ғой? Зарабатывать на этом так, чтобы тебе было достаточно, прям очень хорошо. Я сейчас на уровне, чтобы хоть бы я зарабатывал, чтобы просто там өзімді бала-шағамды асырай алатын. Вот такой у меня сейчас планка. А в дальнем, конечно, Netflix, Patreon свой, чтобы там ты чисто на донатах мог жить так, чтобы можно было в любую точку мира. Стендаппен жақсы өмір сүре алатын болса, ол уже успех негізі солай.
ал ондай көмектер бізде Қазақстанда 20 штук бар ма екен? Сол бір 20-30 адам ғана ғой, иә. 20-30 адам. Құдай қалса, міне вот міне тұрсың ғой бүйтіп. 40-қа көбейсек, мен кіремшін. А вот такой то есть, например, было бы прикольно, по идее, собрать полный зал, там, условно, вместе, типа, Джакарты. Вот это, мне кажется, сигнал того, что ты чего-то, ну, типа, вот все. Джакартаға келдің, и на тебя пришли люди. Или там, рандомный қалаға ше бір, кішкентай. Пока Республика сарайы менің бір нелерімнің бірі. Майлстоун, иә, Майлстоун айта алмайтын. Бір Майлстоуным, құдай қаласа. Республика сарайы, Алматыда. По идее, Чебатковтың концертіне барып, местналардан Чебатков пен Нұрланнан басқа ешкім жетпеді әлі? Иә, құдай қалса біз жетеміз енді. Астана стендап айтпақшы несімен жетті. Командасымен. Мықты. Такой вопрос. А в чем разница алматинского и астанинского стендапа? Есть разница? Алматинский лучше. Ну, Руслан, сіз кәсіби егерде өзім көзқарасымды айтатын көзқарасымда пікірімді айтатын болсам, кешеде бір қызық сөз естідім, адреналиновый маньяк деген. Біз Алматының стендаперлері более адреналиновый маньяктармыз. Біз дайындалып емес, біз сахнаға шығып, эмоциямен материал бергіміз келеді. Біз көп дайындалмаймыз, біз көп жазбаймыз. Алматының көмектері бізге вдохновение керек. Вдохновение бірақ Алматыда шүкір жетеді. Ал Астананыкілер более олар структурный адамдар, олар более жұмыс ретінде қарайды. Олардың өздерінің редакторлары бар. Біздің юморымызды егер бір редактора жасаса, біз бүйтіп ренжіп қаламыз, как ты мог, то айтамыз. Это же заходит же. Это мои идеи. А Астанада шақты кесіп тастайды. Мынауың болмайды, мынауың болады. Сондықтан Астанада структурно, бізде более андай. Алматы про свободу, Астана про структуру. Да. Сондықтан юморда кішігірім айырмашылықтар бар, короче. Анаяқта больше, Астанакіне больше текстовой юмор, біздікінде больше отыгрыш бізде көп, да, бізде. Астана is more polished, Алматы is more raw прям. Вау. Это классно сказано. Я даже не шарфымыздар плашка, raw. Келісесіз ба или? Келсем бе? Екеуміз бірге айтпасы көйттік. Алып қосарым жоқ. Ең соңында, бірақ мен онымен келіспеймін дейсің. Жоқ, жоқ, негізі бірақ негізі ондай емес. Бірақ мен онымен келіспеймін. Давайте сыграем в игру Блиц. Давайте. Мен сіздерге осы алматылық, астаналық стендап комиктердің атын айтам. Сіздер ағылшын тілінде бір ассоциативный сөзбен айта аласыздар ма? Хорошо. Awesome. Давай. Ағылшынша, да? Hilarious. Давай. Прикольно. Келдік па? Бірінші бастайық. Вероника Ким. Cute. О, Вероникаға шатаут. Окей. Данияр Алшинов. Академик. For real? Actor. Данияр işte. Окей. Всегда буду вот так прикалываться. Шыңғыс Ермек. Hilarious. Sensitivity. Окей. Галым Калякбаров. Mature. Legend. Окей. Слава Никифоров. Raw. Really? Yeah. Окей. Досмухамед Али. Мен сұрамайсың ба? Слава Никифоров, да, I'm sorry. Ё-моё. Raw. Something. Это что-то с чем-то. Something. Окей, Досмухамед. Славаға juicy. Вот. Why? Окей. Сочно выступает прям реально. Да. Nice. Досмухамед Али. Ты өз-өзіме не айтам. Right now I'm really humbled and shy. Okay. Educated. Agree. Руслан Тай. Charismatic. Chinese Muslim. Круто, рахмет. Енді давайте соңын біз аяқтайық біздің аудиторияға тілектеріңізбен. Жастар бақытты болсын. Екі жаққа бірдей болыңдар. Екі жастарым төрт бас болсын.
все получится, все нормально, барлығы өмір деген қызық зат. Адамгершілігіңді жоғалтып алма и алдыға жүре бер. Шамалы сенсең ол да жақсы по идее. Слишком атеист болмаңдар. Сеніп жүрсеңдер бәрі нормально болады. Өмір деген қызық зат. Просто адамгершіліктен жоғалтып алмай алдыға баса беріңдер. Simple as that. Армандаңдар, қарым қатынас жасаңдар адамдармен, және істеңдер осы үш нәрсе ғой. Қорықпаңдар, иә. Жоқ, мынау менікінің жалғасы да сен. Иә. Біз бір-біріміздің сөзімізді жалғап кететін неміз қандай. Соңында сіздерге біз подарок дайындап қойдық. О, босқа келген жоқ. Той бастар, тілектен кейін той бастар. Это біздің Джузеңктің мерч. Все, келесі подкастта Спешл келіп сізге. Сізге. Рахмет. Рахмет келгендеріңізге. Сен сразу анпакинг жасап тастадың ба? Сразу анпакинг. Күшті. Это collaboration. Эс қомны, сен қандай? Менікі смс ғой. Ол сенекін алып кетем. Менікін А алып вы кетем. хотите oversize? Конечно, дұрсын. QR-мен коллаб? Яған қалай болды екен? Мынау да S сияқты ғой? Нет, это M. Это M. QR-мен коллаб. Не, что бы там не было, үлкен рахмет. Да. Не сияқты тұрып, футболисттер Бәйстер сияқты. 5-летний контракт сайын. Құдай қалса менің балдарым өскен кезде сендерге неге беремін? Құдай қалса, иә, мен балам туылған кезде Джузеңкке беремін. Кстати, этот шатаут финал Джузеңктің командасына, администрациясына и вообще мен просто жаңа неге шықтық, инфраструктура вообще топ, маркетинг команда топ, бота апай топ, вообще Ақерке апайлар топ тоже, вообще балаларыңызды алып келіңіздер. Ағылшын тілін үйреніңіздер, ендіға дайындаңыздар, өзіңіздер өніңіздер. Ну реально, кстати. Рахмет көп. Вообще классное место. Мына жердегі еще атмосфера өте керемет. Жастардың арасындағы атмосфера, балдарыңыз осында жастардың арасында жүрсін. Қой, ағылшынша қойық. Я мен сіздерге тоже тілерім сол. Бота сізге рахмет, шақырғаныңыз үшін. Командаға рахмет. Это мен как стендап-фанның долгын выполнила, думаю. Өніңіздер, иә, давайте. Керемет. Keep going. Thank you. Я Джузеңктің каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізді жиі көріп тұрыңыздар. See you guys. Bye-bye. Bye. Все. И андай, типа, қазір Джузеңді подкастта болады, қараңдар.